Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгімені соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Мен кінәлі емеспін. Түн, бөлмедегі шамды өшіріп, айдың жарығы түсіп тұрған суретке қарап, ұзақ ойға батып кеткенімді де байқамаппын. Қара шашы иығына төгіліп, ботадай көздері мөлдіреп, болашаққа үлкен үміт атып тұрған суреттегі бойжеткен қыз мен болам. Есімім Зере. Қасымдағы сұңғақ бойлы, сарылау келген жігіт менің сүйіп қосылған жан-жарым Қайсар. Біз Қайсар екеуміз бір ауылда қатарласа өскен жандармыз. Арамызда қыл өтпестей жақындық орнаған кезде мен 11 бітіріп, ал Қайсар болса Көкшетаудағы белді университеттің 1-ші курс студенті еді. Басында маған қарындасындай қамқорлық танытып жүрген Қайсарға 3 ұйықтасам да ғашық болып қалам деп ойламадым. Бір үйдің жалғыз қызы болғандықтан болар, ағалық жылулықты аңсап тұратынмын. Қайсар болса 3 ағайындының ішіндегі кенжесі. Үйдің кенжесі болғанымен жауапкершілігі өте мол, тәрбиелі жігіт. Бірде мектепте болатын би кешінен қайтып келе жатып, Қайсардың бір нәрсе айтқысы келіп, мазасызданып кеткенін байқап едім. Қаладан жазғы демалысқа келген беті еді. Бірақ сол күні ештеңе айтпады. Не айтқысы келіп айта алмады екен деп ойланып жатып, келер күннің қаншалықты ауыр боларын білместен ұйықтап кеттім. Таңертең оянсам, Қайсардан бір ауыз кешір деген хабарлама келіпті. Түсініксіз күйде асханаға қарай бет алдым. Анам болса әндетіп, дастархан дайындап жүр. Кенет мені көріп, қызым, сүйінші, Ахмет ағаңның баласы Қайсар ше? Сол келін алып келе жатыр екен. Бұйырса кешке қарай келеді. Айсұлу хабарласып, көмектесіп жіберуіңізді өтінді. Тездетіп шайыңды ішіп ал. Сосын барып жәрдемдесейік деп бәйек болып жүр. Шыны керек, қатты қуандым. Қайсар ағамдай, демек жеңгелі болдым деп іштей марқайып қалдым. Дәл сол күні, бұл күн мен үшін ең қаралы, ауыр күн боларын менің бала жүрегім қайдан білсін байғұс. Бірақ не үшін маған кешір деп жазды екен? Үйленетінін маған неге кеше айтпады деп іштей ойға батып отырып, шайымды да ішіп алдым. Анам екеуміз шаруамызды алып, Айсұлу апаның үйіне бет алдық. Жолда анам, ей қыз, осы Қайсар неге асықты екен? Әлі жас, оқуын да бітірмеді, жұмысы да жоқ. Аздап аяққа тұрып алмады ма екен? Қазіргі жастарды түсінбейсің тегі, деп сөйлеп келеді. Енді махаббат қой, бірін-бірін сүйіп қалған шығар. Онда тұрған не бар деп, анаммен әзілдесіп, Қайсардың үйіне де жеттік. Айсұлу апа қуанышы қойнына симай жүгіріп жүр. Мен де қолымнан келгенше Қайсардың 2 жеңгесіне көмектесіп алып ұшып жүрмін. Кеш батты. Айсұлу апа, ауылға кіріп келе жатыр. Тездетіңдер деп, ала сұрып ақ орамалын алып, үйден дарбазаға қарай жүгірді. Келінді алып келді. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, әп-әдемі қыз екен. Бетіне орамал жабылып, оң босағаны аттаған бұл бойжеткен тағдырының сынағы бұл жаққа айдап әкелгенін қайдан білсін. Бәрі қуанып, тойлап жүр. Жаңа түскен келін дана да бақыттан бал-бұл жайнайды. Тек Қайсар ғана сол күні көңілсіз жүрді. Сол жерде оны байқаған жалғыз мен емес едім. Жұрттың бәрі Қайсарға не болған? Үйленіп жатқан адамға ұқсамайды деп гу-гулесіп кетті. Сол күні хабарлама жайлы сұраудың реті келмей, түн ауа анама екеуміз үйге кеттік. Сонымен Ахмет ағам мен Айсұлу апаның
көптен күткен кенжесін де тойы дүркіретіп өте шықты. Тойда аудан орталығында қымбат мейрамханалардың бірінде жасады. Өкініштісі, мен тойға бара алмадым. Себебі Көкшетау қаласына оқуға түсу үшін құжат тапсыруға кеткен болатынмын. Анамның айтуынша, Дананың отбасы өте байқуатты екен. Әкесі ірі кәсіпкер, анасының болса бірнеше жеке сән салоны бар. Тойда Қайсар мен қыздарына соңғы үлгідегі автокөлік сыйлапты. Не болса да анам Қайсардың бағы жанды. Енді тек жастар өзара тіл табысып, бақытты болып кетсе болар. Байлық пен мансап жүрген жерде жан тыныштығын табу да қиын ғой, деп барып әңгімесінің соңын ауыр күрсіне аяқтады анам. Той өткеннен кейін бірде көшеде құрбым Айымды кездестіріп қалып едім. Тойдағы барлық қызықтарды айта жөнелді. Сөз арасында Қайсардың мені іздегенін, Айымнан мен сұрағанын тілге тиек етіп қалды. Одан қалса, той біткенше Қайсардың қабағы ашылмады. Тіпті қайын атасы берген көлік кілтін де әрең алғанын әңгіме етті Айым. Біраз әңгіме дүкен құрған соң, Қайсардың не үшін көңілі толмай жүр екен деген оймен үйге келіп, WhatsApp желісіне бірінші болып өзім жаздым. Сол күні Қайсарға жазғаным өмірімдегі ең үлкен қателік екенін мен шыны керек тіпті сезбедім де. Аға, сәлем аға демеуші едің ғой, не болды? Енді сен қазір үйленіп аға статусына лайық болып жатсың ғой. Жеңгем қалай? Тойға бара алмадым, ренжімеген шығарсыз. Айтпақшы, көлігіңіз құтты болсын. Келмегенің дұрыс болды. Неге түсінбедің? Ұзақ үнсіздік. Бұл сұрағыма жауап бермеді. Іштей ренжігендей болдым. Мені тойында көргісі келмегені қалай? Маған ағамдай болып, қамқор жанашыр болып жүрген адам неге әп сәтте өзгеріп кеткен деп ойлап қойдым. Артынан бұнысы да дұрыс шығар. Қазір бұрынғыдай бойдақ емес, аға мен қарындастай болып кеткенмен қанымыз бөлек, туыстық жақындығымыз да жоқ деп ренішімді түсінігіме бағындырып алдым. Сол күнгі әңгімеміз осылай аяқсыз қалды. Осылайша арада бірнеше апта өтті. Қайсар қайын атасы әперген көлікпен ауыл мен қала арасына адам тасымалдап нәпақасын тауып жүрді. Арасында көшеде Дананы кездестіріп қалатынмын. Жүзі жылы, артық ауыз сөзі жоқ, тек аман саулық сұрасатынбыз. Болмаса бұлайша жақын араласпадық. Дана менімен түйедей құрдас еді. Анам, Зере анау Қайсардың келіншегімен құрдас екенсіңдер, жақын араласып, сырласып тұрыңдар. Мына жақта жақсы танитын ешкімі жоқ қой, жалғызсырап жүрген болар деп айта жүрді. Бірақ Данамен жақын араласудың реті келмеді. Себебі ол кездесерде Қайсар маған бір түрлі суық қарап жүрді. Көріп қалса амандаспайтын болып қалды. Біраз уақыт ренжіп жүргенмен артынан назар аудармайтын болдым. Бірде анам екеуміз шай ішіп отыр едік, әкем кіре салысымен. Ойбу, қарашаш, жұмыстан келе жатсам, анау Ахметтің баласы жолдың қақ ортасында удай мас болып жатыр. Тұрғызып әрең дегенде үйіне кіргізіп кеттім. Бұндайы жоқ еді ғой, деп отыра кетті әкем. Қай баласы ол, деді анам. Қайрат аға шығар, Қайсар ішпейді ғой, деп мен сөзге араласа кеттім. Қызым, сол Қайсардың өзі, деді әкем. Анам екеуміз таңырқай әкеме қарадық. Себебі Қайсардың бұндай қылығын бұрын соңды көріп те, естіген де жоқ едім. Сол бала үйленгеннен бері бір түрлі болып жүр. Әлде келін бала жайсыз ба екен, деп анам сұраулы көзбен әкеме қарады.
Келесі күні түс ауа үйге Айсұлу апа келді. Шамасы анамен шер тарқатып әңгіме-дүкен құруға келген болар деп ойладым да асханаға барып шай қамына кірісіп кеттім. Қонақ бөлмеде отырған анам мен Айсұлу апаның әңгімесі құлағыма анық естіліп жатыр. Анам: келін алып қолың ұзарып, бір демалып қалған шығарсың. Бұл келін анау екі келінге қарағанда қолыңда болғасын ыстық шығар, деді күліп. Қарашаш-ау, мені білесің ғой, мен келіндерді бөліп жармаймын ғой, маған бәрі бірдей. Тек мына қайсарым көңілімді алаңдатып жүр, деп күрсіне ауыр дем алды да Айсұлу апа: Я, не боп қалды? Тыныштық па? Несін айтайын, үйленгеннен бері бір қабағы ашылмады. Келін байқұс жалтақтап асты үстіне түсіп әлек. Біздің бала болса бетіне де қарамайды. Оның үстіне ішіп келіп, қонақ бөлмеге жата салатын болыпты. Сұрасам: апа, бәрі жақсы, құтылады, деп Айсұлу апа менің анамнан бір ақыл күткендей кейіп танытып, бір күрсініп қойды. Келінімен сөйлесіп көрмедің бе? Деді анам. Жақын тартып сырласып көріп едім. Қысылды ма, жоқ әлде ештеңе айтқысы келмеді ма, әйтеуір үндемеді ғой. Барынша ақылымды айттым ғой. Қайтейін деген Айсұлу апаның әңгімесі менің шайға келіңіздер деген дауысым бұзғандай болды. Дастархан басында мен отырғандықтан одан әрі Айсұлу апа еш нәрсе айтпады. Айтпақшы, маған ертеңге қалаға баратын көлік табу керек, дедім мен. Анама қарап, анам аузын ашып үлгерместен: Айсұлу апа, Қайсар ертең қалаға бір орын бар деп жатыр еді. Мен айтайын оған, сені ала кетсін, деді. Я, қызым, Қайсармен бара ғой, деп анам да мақұлдай кетті. Жақсы апа, онда Қайсарға айтасыз ғой, ертерек шыққанымыз дұрыс болар. Уақытын маған жазып жіберер, деп мен де келіскендей болдым. Кешке жақын 6:00-де дайын тұр деген Қайсардан бір ауыз хабарлама келді. Жақсы, деп мен де қысқа қайтардым да алдымда не күтіп тұрғанын, осыншалық махаббаттың азабын тартатынымды сезбестен еш алаңсыз ұйықтап кеттім. Таңертең келісілген уақытта үйімнің жанына Қайсардың көлігі келіп тоқтады. Жүктерімді алып сыртқа шықтым. Қайсар менімен суық қана амандасып, алдыңғы орындыққа отыр деп бұйыра тіл қатты. Қайсарға сұраулы көзбен қарап, тағы адамдар бар ғой, ұят қой, деп едім. Отыра бер, деп қысқа қайырды. Тағы да кімдер барады екен деген ойлармен арпалысып отырғанымда ауылдан шығып кеткенімізді байқамай да қалыппын. Кенеттен Қайсарға қарап: басқа ешкім жоқ па? Айсұлу апам тағы да 3 адам бар деп еді. Басқа ешкім жоқ болса, бекер әуре болдың ғой, басқа көлікте табылар еді ғой, деп сұрақты жаудыра кеттім. Бірақ Қайсар үн қатпады. Қабағы қатулы күйі жылдамдықты асыра түсті. Шыны керек, қатты қорқып кеттім. Қайсар болса жылдамдықты азайтар емес. Қайсар, тоқташы, қорқып тұрмын. Бұның не? Саған не болған? Ішіңе жын кіргеннен сау ма? Деп айқайлай жөнелдім. Дәл сол кезде Қайсар көз алдымда басқа адамға айналып кеткендей. Қолдары дірілдеп, көзі қанталап кетті. Мені естір-естімес бір мезетте бар күшімен оны жұлқылай түстім. Жылағаным соншалық даусым шықпай қалды. Сол кезде бірақ Қайсар есін жинағандай болды. Көлікті қапыл тоқтатты да маған қарап: өлейік, бірге өлейік, деп жан даусымен айқай салды. Сен не деп кеттің? Есің дұрыс па? Өлгені нес? Сен жынданайын деген шығарсың, деп өксігім тағымыма қарай тығылып
көліктен шығып, өзенге қарай жүгіре жөнелдім. Қанша уақыт өткенін нақты білмеймін, бірақ гүрілдеп ағып жатқан өзенге қарап ұзақ тұрдым. Әлсін-әлсін артыма қарап қоямын. Жолдың үстінде машинасынан 1-2 метр әріде Қайсар да басы жерге салбырап үнсіз отыр. Қатты қорыққаннан болар, аяқ-қолымның дірілі басылар емес. Сан ойдың арасында шырмалып қалдым. Ол кезде болып жатқан жағдайды саралап түсінетіндей халде емес едім. Бірақ жүрегім басқаша соға бастағанын іштей сезінгенмін. Бой көтеріп келе жатқан сезімге мойынсынбадым. Не істерімді, не ойларымды білмей тұрғанда жаныма Қайсар келді. Қасыма Қайсар келді. Зере, деді жай ғана. Үндеме, Қайсар, дедім әңгіменің немен жалғасатынын сезгендей. Мен тозақтың ішінде жүргендеймін, деді Қайсар көзі жасаурап. Мені үйге апаршы, ешқайда бармаймын. Көрмегенім енді сен болсын, дедім, даусым бұл жолы өктем шықты. Қадамдарымды тездетіп көлікке барып отырдым. Үйге жеткенше екеуміз де үн қатпадық. Тек есік алдына келіп көліктен түсе бергенде ғана Қайсар: апаларыңа көлік бұзылып қалды, қалаға жете алмайтын болдық дерсің, деді. Үндемедім. Жүктерімді алып ауылға кіре беріп едім, алдымнан анам мен әкешім шығып аң-таң боп қалды. Әкем: қызым, тыныштық па? Я, әке, ауылдан шыға бергенде көлік бұзылып қалды. Мен бөлмеге барып демалайын дедім де үйге кіріп кеттім. Бөлменің табалдырығынан аттай бере жерге сұлқ етіп отыра кеттім. Сан алуан сұрақтың шырмауында қалдым. Өз-өзіме: Зере, жаңа ғана не болды? Бұл қалай сонда? Қайсар өзі не істеп жүр? Бұл әрекеттерімен не дәлелдемекші? Бұл сөзі не? Сонда ол мені ұната ма? Жоқ, мүмкін емес. Егер сезімі болса, не үшін үйленді? Не үшін маған айтпады? Әлде менімен ойнайын дегені ма? Бірақ бағанағы жай күйі ойнаған адамға ұқсамайды ғой. Шын мен өлейік деді. Оның үстіне бірге деген сұрақтар жан дүниемді астан-кестен төңкеріп тастады. Не де болса өз-өзімді қолға алып, бұдан былай өмірімнен Қайсар дейтін адамды мүлде сызып тастауға тастай бекіндім. Бірақ неге екенін қайдам, тамағыма тығылған өксік жүрегімді шаншып беймәлім күйге түсіріп, тынысым тарылып барады. Осы бір күннен бастап мен үшін азапты күндер басталды. Тіпті өз-өзімді түсіне алмайтын жағдайға жеттім. Жатсам да, тұрсам да еркімнен тыс Қайсар ойымнан кетпейтін болып алды. Жүрегім мен ақылымның арасында жұртқа беймәлім, тіпті өзімді мойындауға батылым жетпей жүрген күрес басталды. Ұйқы мен күлкіден айырылып, өң мен түстің арасында жүргендей түсініксіз бір күй бойымды билеп алды. Осылайша мен дел-сал күйде жүргенімде Қайсардың үйінде күтпеген жағдай орын алды. Қайсардың екінші ағасының келіншегі баласын алып 4 күннен кетіп қалды. Ауылда өсек деген жата ма? Жұрттың әңгімесі Ахмет аға мен Айсұлу апаның шаңырағының төңірегі еді. Бірі 2 келіннің басы симаған болар десе, біреулері Қайсардың ағасының ішкілігінің кесірі деп тұпшалады. Ол кезде Қайсардың жеңгесі Ақнұрдың не үшін аяқ астынан кетіп қалғандығының себебі үш ұйықтаса да жұрттың түсіне кірмейтін жағдай орын алғаны ешкім сезбеді. Көп ұзамай Қайсардың ағасы Қайрат та қалаға кетіп тынды. Бәріміз әйелінің соңынан кеткен шығар деп топшаладық сол кезде. Осы жағдай Айсұлу апаға оңай тимеді. Өзі уайымшыл адам,
Ортаншы келіні кетіп қалған соң төсек тартып жатып қалды. Ал Қайсардан еш хабар болмады. Іштей жүрегім бір хабар күткеніммен осы дұрыс, мүлде көзіме көрінбесін деп өзімді алдап қоятынды шығардым. Тіпті көшеге де шықпайтынмын. Тез жаз бітіп қалаға оқуға кетіп, мына азаптан құтылсам екен деп тілеп жүрдім. Бірде анам: «Зере, Айсұлу апаңа неге кіріп шықпайсың? Кеше барсам сені сұрап жатыр. Ұялғаным-ай, шауып жүрген адамның демде төсек тартып жатып қалғанын көру қиын екен. Шамалы барып көңілін ауласаңшы», деді анам. «Келіні бар ғой, көңілін аулайтын. Мені қайтсын», деп қалдым мен, аузымнан бұл сөздерді қалай шығып қалғанын байқамай. Жүрегімді алғаш рет сол кезде қызғаныш оты шарп етті. «Сен қыз қалай сөйлейтін болғансың? Шүкір, бар келіні ас түсіне түсіп отыр. Айсұлудың өзі сені сұрағаннан кейін айтып отырмын», деді анам аз-маз ашуланып. Не дерімді білмей үндемей қалдым. Дастархан басынан тұрып бара жатып: «Жақсы, бүгін барып шығамын», дедім де бөлмеме кіріп кеттім. Өз-өзімді алғаш рет жек көре бастадым сол кезде. «Сен Қайсарды қызғанатындай сонша кім едің?» деп жүрек тұсымды тоқтаусыз ұра бердім. Көзімнен көл болып жасымда төгіліп жатты. Сол күні бар күш-жігерімді жинап, Айсұлу апаның халін білуге бардым. Жол бойы Қайсарды көріп қалмасам не деймін деген ойлар жанымды жеп барады. Алладан бірінші рет Қайсармен жолығып қалмасам екен деп тіледім ішімнен. Сан алуан сұрақтармен арпалыса отырып Қайсардың үйіне де жетіп қалдым. Аулаға аса сақтықпен кіріп келе жатқаным сол еді, алдымнан Дана шықты. Шыны керек, Дананың алдында өзімді кінәлі сезініп, жүзіне тура қарай алмадым. Тек Айсұлу апаға келгенімді айтып, тездетіп үйге кіріп кеттім. Бұрынғыдай емес, Дана да маған суық қарады. Үйге кіріп, Айсұлу апаның бөлмесіне бет алғаным сол еді, алдымнан құрт сүлдері қалған Қайсар шыға келді. Не дерімді білмей сасқалақтап қалдым. «Қалайсың?» деді ол жай ғана. «Жақсы, Айсұлу апаға келдім», дедім мен даусым дірілдеп. «Апам жаңа ғана ұйықтады. Күте тұр, әрі кетсе 15 минут ұйықтайды», деді Қайсар. «Жоқ, күте алмаймын, кейін келермін», деп кетуге бекінгенім сол еді, Қайсар мені қолымнан ұстап алды. «Бұны не? Жібер», дедім мен жұлқынып. «Қашпашы, Зере, бөтен адам емеспіз ғой. Мені көргің келмейтіндей жағдайға жеттік пе? Мен соншалықты жеркеніштімін бе?» деді Қайсар маған жалынышты көзбен қарап. «Жібер дедім ғой», деп бұл жолы оны итеріп жібердім. «Маған жолаушы болма», дедім де үйден шығып кеттім. Осылайша жүрегім жұлым-жұлым болып үйге келдім. Осындай жағдайға өмірді орын алып жатқан үшін өзімді жазғырдым. Маған деген сезімнің шынайы болса, не үшін үйлендің, не үшін бәрін қиындатып жібердің деп іштей Қайсарды да жазғырып алдым. Қолымнан келетіні ол кезде тек осы ғана еді. Тек жазғыру мен тағдырға өкпелеу. Басымды көтере алмай жатып қалдым. Түн ауа Қайсардан WhatsApp желісіне хабарлама келді. «Зере, өтінем, тым болмаса осы жерде сөйлесейікші. Жаным өртеніп барады. Бұдан әрі шыдай алар емеспін», деген бір ауыз сөз оқыдым, бірақ үндемедім. Жауап қатпадым. Себебі жауап беруге құқығым жоқ екенін білдім. Бірден қара тізімге салып тастадым. Салуын салдым-ау, бірақ жүрегім дегеніме көнер емес. Өзім де қиналып кеттім. Көзімнен аққан парша-парша жасқа жан дүнием тұншығып бара жатқандай. Осылай тағы да бір ұйқысыз таңым атты.
Жүрегімді ақылыма жеңдіріп келе жатқанымда бір ай болды. Осы бір ай ішінде мен Қайсарды мүлде көрмедім. Тек оның ішкілікке салынып кеткені ғана естіп жүрдім. Жүрегімдегі күнәһар махаббат пен қызғанышқа қосылып сағыныш та бой көтере бастады. Бұл махаббат азабы өне бойыма сіңіп кеткендей, мәні жоқ мағынасыз өмірге үйрене бастадым. Ана шіркін баласының жай-күйін айтқызбай-ақ ұғады емес пе? Бірде анам: «Қызым, саған не болып жүр? Ауырып жүрген жоқсың ба? Мүлде тамақ ішуді де қойдың ғой. Әлде оқуыңды уайымдап жүрсің ба?» деп сұрақ астына алды. Анама ішімдегі бар сырымды жайып салып, иығына басымды қойып, жылап алғым келді. Бірақ қайдам, анам мені бұл жолы түсінбес деген оймен қысқа ғана: «Мен де бәрі жақсы, уайымдайтын түгі жоқ» деп құтылғандай болдым. Бірақ анамның маған қараған сұраулы көз жанары өне бойымды мұздатып жіберді. Сол күні кешке үйге айым келді. Біраз әңгімеден соң айым маған: «Зере, бір нәрсе сұрайын, тек маған шындықты айтшы» деді құрбым. Ішім бір нәрсені сезгендей: «Ештеңе сұрамашы» дедім мен, көзім жасаурап. «Мен кеше Қайсарды көрдім. Удай мас, түрі өте аянышты. Кезінде қандай жігіт еді. Бұның не? Мына жүрісіңді қойсаңдаршы» деп едім. Маған Зере кінәлі. Мені тіпті тыңдамады да деді. «Қайсарға не болған?» деп айым маған қарады. Көптен бері ешкімге айта алмай жүрген ішімдегі сырымды айымға жайып салдым. Аз уақытқа жеңілдеп қалғандай болдым. Айым да мені барынша жұбатып, бәрі жақсы болатынын айтып, үйіне қайтты. Ол кезде Қайсар екеуміздің махаббатымызға үміт отын сыйлайтын осы айым боларын мен сезбеп едім. Айым маған келіп кеткелі 2-3 күн өткенде Айсұлу апаның халі ауырлап жатыр дегенді естіп, анам екеуміз Қайсардың үйіне қарай алып ұшып жетіп бардық. Жақындай бергенде ауылдағы жедел жәрдем көлігі көзге түсті. Олар Айсұлу апаны қалаға алып кеткелі жатыр екен. Кенет мені көрген Айсұлу апа ымдап мені өзіне қарай шақырды. Жанына жақындай түсіп едім. Бойындағы бар күшін жинады да құлағыма сыбырлап: «Сенің де, Қайсардың да еш кінәсі жоқ. Біз қателестік, шырағым» дегені сол еді. Жағдайы тіптен нашарлап кетті. Қайсар анасымен бірге ауруханаға кетіп қалды. Мен болсам Айсұлу апаның сөзінің байыбына бара алмай қалып қойдым. Неге олай деді екен деген ойлар онсыз да сан сұрақтың арасында шырмалып жүрген мені тағы да ой түбіне сүңгітіп алып кетті. Сол күні мен Қайсарға өзім жаздым. «Айсұлу апа қалай? Уайымдап жатырмыз» деп хабарлама жібердім. «Еш өзгеріс жоқ» деп жауап берді Қайсар. «Маған хабарлыңды беріп отыр. Бәрі жақсы болады, еш уайымдама» деп демегендей болдым Қайсарды. «Рахмет Зере, сенің барыңа шүкір» деген жауап келгенде еріксіз жүзіме күлкі үйірілді. Ішімнен тек Айсұлу апа жақсарып кетсе екен деп тілеумен болдым. Көзім енді іліне бергенде телефоныма айым хабарласып, ұйқымды шайдай ашып жіберді. Махаббат деген бірде көкке көтеріп қалықтаса, дәл солай жерге сылқ етіп құлатып жіберуі де әп-сәтте екенін түсіндім. Сол сәтте айымның хабарласып маған айтқан сөздері менің жүрегімді мәңгі жерге көміп тастағандай болды. Жан дүниемнің сынып кеткені соншалық, бұдан кейін өз-өзіме келуім екіталай еді. Айым хабарласып Дананың аяғы ауыр екенін, оны ауыл дәрігерлерінен естігенін айтып берді. Мен не дейін, аузыма құм құйылғандай, тамағыма өксік тығылып, жүрегім қарс айрылғандай күйде болдым. Бұл ессіз махаббаттан басқа не күтуім керек еді? Өзімді жазғыра бастадым. Бір мезетте көзім қарауытып, төсегімнен құлап түскенімді білемін. Кейін есімде жоқ.
Есімді жисам ауруханада екенмін. Ай, мен күннен жаңылсып бұл жерге қалай тап болғанымды есіме түсіре алмай дел сал күйге түстім. Аяқ жағымда тік отырып ұйықтап отқан Қайсарға көзім түсті. Неге екенін білмеймін, көзімнен ыстық жас бұрқ ете кетті. Қайсар деп атын атап оятайын деп едім, тілім мен жағымды еркіме бағындыра алмай-ақ қойдым. Сөйлей алмай жатырмын. Ышқына бастадым, жұлқынып жатырмын, бірақ денем маған бағынар емес. Осы сәтте Қайсар да оянып кетіп, орнынан атып тұрды, маған жақындап келіп. Менің балам емес, мен үйленбесем де саған қиянат жасаған емеспін, деді ыстық алақанымен мұздай маңдайымды сипап. Бойыма ыстық қан жүгіріп өткендей тынышталғандай болдым. Қайсар болса тыпыршып, Зере, сен сөйлеме, шаршап қаласың, сен тек уайымдама. Айым маған бәрін айтып берді. Мен саған бәрін түсіндіремін. Сен тек маған сенші деп ішіндегісін жайып салды. Мен болсам ештеңе түсінер емеспін. Қайсар, сен не деп кеттің дегендей болдым. Сөйлей алмай жатсам да Қайсар мені бірден түсінгендей. Сен жата тұр, сыртта апаларың күтіп отыр. Мен шығып оянғаныңды айтайын деген кезде ғана есімді жиғандай болдым. Не болып жатыр? Өзі әкем мен анам бәрін біле ма? Білмесе Қайсардың менің қасымда отырғанын қалай түсінді екен деген ойларды денемді қорқыныш билеп алды. Бұл кезде анам бөлмеге кіріп үлгерген еді. Анамның жүзі маған суық болып көрінгенмен, мен үшін қатты қорқып қалғаны айдан анық еді. Құлыным-ау, қорқыттың ғой бізді. Бір жігіт үшін өзіңді осылайша жеп біткенің не? Тіпті қадірсіз ба едің? Неге бұлай болды? Деп анам жылай жөнелді. Сол кезде бірақ тілім икемге келіп, мен ештеңе білдірмедім. Менің кінәм не? Мен жай ғана ғашықтықтың азабына түскен сорлы пендемін деп алғаш рет анама ақтарылып ішімдегі түйнек болып тұрған сырды жайып салдым. Анам мені түсінгендей болғанымен, менен көңіл қалған анамның көз қарасы тағы да бір үлкен соққы болды мен үшін. Ауруханада жатқан 3 күнде мен әкемді мүлде көрмедім. Әкем менің жағдайымды тек анамнан біліп тұрған екен. Мені мазалап сарсаңға салған ой, сонда бала кімдікі деген күмән болды. Айымға хабарласып, мен мән жайды сұрап едім, ол тек Қайсар өзі түсіндіреді. Бұл мен араласатын жағдай емес. Бір білетінім, Қайсар сені сүйеді, деп қысқа ғана қайырды. Мен ауруханадан шыққан күні анам келіп жиналуыма көмектесті. Және маған, қызым, сен үйге бармайсың, әкең ашулы, деді де туысқандарымыздың үйіне апарып тастады. Ауылға қайтарда анам Қайсармен кездесіп сөйлесуіме тыйым салды. Бұл уақытта Дананың ауылдан кетіп қалғаны бәріне аян болған еді. Артынан әкесі келіп, Қайсарды өлердей сабап қызының бар дүниесін алып кетіпті. Кешкі ас ішіп болып, бөлмеде отыр едім, маған ойламаған жерден Дана хабарласты. Басында тұтқаны көтеруге жүрексініп алуға қорықтым. Аузыма тығылғандай болып тұтқаны көтердім. Алло деген даусым дірілдеп әрең шықты. Сен қандай адамсың, а? Бәрі сенің кесірің. Тым болмаса құрсағымдағы баланы аямайсың ба? Жүрегің тас па? Сен күнәһарсың. Менің көз жасыма қалып бақытты болам деп ойлайсың ба? Екеуіңді де Құдай ұрсын. Естідің бе? Құдай ұрсын деп бар уын маған шашып жіберді Дана. Бойымдағы бар күш жігерді жинап, Дана, бала кімдікі? Дегенім сол-ақ екен. Дана одан бетер ашуланып кетті. Сенің не шаруаң бар, а? Ол періште.
Кімнен екенін маңызды емес, сені бұл сұрақ алаңдатпасын. Әуел бастан Қайсар бәрін біліп тұрып алған мені. Енді осы баланың көз жасы екеуіңді де жібермесін деп тұтқаны қоя салды. Мен сол түні көз ілмей шықтым. Таң атысымен ауылға баруға бекіндім. Себебі Айсұлу апамен сөйлесейін дедім. Бір жағынан қорықтым да, ал Қайсарға хабарласуға ішімдегі жалған намыс па, жоқ өкпе ма, әлде анамның сөздері ма, бір нәрсе жібермеді. Қайсар да маған хабарласуға батылы бармады. Себебі әкем менің қызымнан аулақ жүр, теріс батамды берем деп Қайсар біздің үйге ата-анаммен сөйлесуге барғанда қуып шыққан болатын. Бұл жағдайдан кейін мен де оны қара тізімнен ала алмадым. Түс ауа ауылға жолға шықтым. Жол бойы күмән мен күдік жанымды жегідей жеп барады. Бұл ісім дұрыс па? Неге Қайсар әрекетсіз жатыр екен деп оны да жазғырумен болдым. Ол кезде Қайсардың менің әкемді көндіру үшін біздің аулада түнеп жүргенін мен білмеген едім. Қорқынышпен арпалысып ауылға да келіп жеттім. Үйге бармадым. Бірден Қайсардың үйіне бет алдым. Ауылдан ешкімді кездестірмегендіктен үйге кірдім. Кіре беріс бөлмеде отырған Айсұлу апаны көріп амандасқаным сол еді. Айсұлу апа, қызым, сен қайдан жүрсің? Қайсар үйде жоқ. Ол байғұс үй бетін көрмей кетті ғой. Сенің келгенің мұндай жақсы болар ма еді? Бері кел қалқам, саған айтарым көп деп мені өзіне жақын тартты. Мен де сізге келіп едім деп мен Айсұлу апаның жанына жақындап, мұқият тыңдап отқанымды ишарамен білдірдім. Қайтейін қызым, әсте адамның емес Алланың қалауы болатыны осы жасқа келіп енді түсініп жатырмыз ғой. Білесің қалқам, мына Ахмет ағаң екеуміз балаларымызды ешкімнен кем қылмай, елдің алды қылып өсірдік. Аллам өмірімнің көбі кетіп, азы қалғанда осы балаларымен сынайды деген ой үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Асқар таудай 3 ұлым бар, әр қайсысы бір төбе деп ішімнен осы күніме шүкір етемін. Қай жерде қателескенімізді бір Құдай біледі. Бір баламды құтқарамын деп екінші баламды отқа тастаппын ғой. Жарықтығай деп Айсұлу апа жылап жіберді. Үндемедім. Не деп жұбатарымды да білмей отырған күйі отыра бердім. Сәлден соң Айсұлу апа әңгімесін жалғастырды. Менің Қайсар тайым ақылды ғой. Бар ауыртпашылықты өз мойнына алып еді. Бірақ саған деген кіршіксіз махаббатына қарсы тұра алмады ғой. Қайтсын құлыным. Айтпады емес саған деген сезімін үйленбей тұрып айтты ғой. Мына біз бәрін балалыққа балап едік. Айтқанымды қыласың, болмаса саған деген ақ сүтім садақа болсын деген сөздер мына қисайып кеткір аузымнан қалай шықты екен сол кезде. Әңгіменің тоқ етеріне келсек, әуелі мына Данамен Қайсардың ағасы өзің білетін Қайрат танысып, мастықпен бұл қызды бүлдіріп қойған екен. Содан Дананың аяғы ауыр болып қалады. Содан бір күні қайдан алғанын білмеймін, Ахмет ағаңа Дананың әкесі хабарласып, балаң қызымды зорлап аяғы ауыр, соттатам деп қоқан-лоқы көрсетеді. Әуелі біз Қайсар деп ойлаған, мен әңгіменің байыбына барғанда Қайраттың былыққа батқанын түсіндік. Өзің де білесің, Дананың әкесі лауазымды кісі, жердің қай бұрышында таныс тамыры жеткілікті, білімді деген қорғаушылармен сөйлесіп көріп едік. Егер айыптаушы жақ қызды балаңыз бұзғанын дәлелдесе, онда сотталады. Одан да қыз жақпен бітімге келуді ұсынды.
жан дүниемді жегідей жеп бара жатқан мәселе Қайраттың келіншегі, яғни келін мені немеремнің жай-күйі еді. Ахмет ағаң екеуміз келінге еш нәрсе білдірмеуге барынша тырыстық. Осылайша Қайсар мен Дананы үйлендіруді дұрыс деп санаған едік. Бұнымыз өміріміздегі ең үлкен қате болды, қызым. Қайсар балам не істесін? Әкесінің бір ауыз сөзін жерге тастай алмады. Оның үстіне Дана мен Қайсар қалада алғаш рет бәрін талқыламақ болып кездескенде, қыз біздің баланы ұнатып қалдымыз деп Айсұлу апам маған жалынышты көзбен бір қарады да, азабын сендер тартып жатсыңдар. Бізді кешір. Сен де Қайсарды сүйемін десең, біз әке-шешеңнің алдынан барып өзіміз өтеміз. Тек бір өтінішім бар, деді Айсұлу апа. Қызым, тек бұл жағдайларды ел-жұрт естімесе екен. Білем, қалқам, саған бұндай ауыр жүк артуға қақым жоқ. Бірақ мына кәрі апаңды ар-ұят дегенді тірідей өртеп бара жатыр. Төрімнен көрім жақын осы отырғанда, өлер шағымда жұрттың өсегіне қалып, елге күлкі болғым келмейді. Ата-анаңа өзім бәрін түсіндіремін. Қайсар екеуің қалаға кетіп, әзірше неке қия тұрыңдар. Кейін сәл тынышталғасын, жөн жоралғымен тірі болсам тойларыңды да жасармыз. Сенің мойныңа зіл батпандай бұл жауапкершілікті артып қою маған да оңай емес. Амалым қанша, Қайсар да бұған көнбес. Бірақ сенің өз сөзіңді жерге тастамас. Ел жұрт жай ғана Қайсар мен Дана ажырасып кетті деген ойда қала берсін деймін. Білем, қызым, елдің түсінігінде сен кінәлі болғандай боларсың. Бірақ Алла бәрін көріп тұр. Бұл күнәм үшін Алланың алдында өзім жауап берем. Жұрт ары кетсе бір-екі ай айтып қояр. Сендердің өмірлерің әлі алда. Менің бұл өтінішім саған да оңай емес екенін біліп тұрмын. Әрі қарай шешім өзіңде, айналайын, деп сөзін тәмамдады Айсұлу апа. Ұзақ ойланып отырып қалдым. Мені қойш, әкем мен анама бұл сөзсіз ауыр тиетіні іштей біліп отырмын. Мен кінәлі емеспін. Не үшін мен алуым керек бұл жауапкершілікті, деп өз-өзімді сұрақтың астына алдым. Ал бұлай жасамасам, Айсұлу апа елдің сөзін көтере алмасы анық деген ойлармен екі оттың ортасында қалдым. Апа, дедім, бір кезде тұңғиыққа батып, менің жауабымды күтіп отқан Айсұлу апаға бұрылып. Апа, мені елдің сөзі қызықтырмайды. Несін жасырайын? Қайсарға деген сезімім кіршіксіз-ақ. Бұл жағдайлар маған да оңай тимеді. Бірақ мен бәріне шыдауға бармын. Тек әкем мен анамнан аттап өте алмаймын. Қолыңыздан келсе әкемді көндіріп көріңіз. Соңғы сөз сол кісіден дедім де кетуге ыңғайлана беріп едім. Үйге Қайсар кіріп келді. Маған қарап, сәлем, сен қайдан жүрсің? Деді таң қалып. Айсұлу апамен сөйлесуге келдім. Сен ше, қайдан келдің? Дедім. Сенікінен келем. Әкем не деп жатыр? Маған қатты ашулы. Сөйлеспейді. Киімімді ауыстырып алайын, қайта барам, деді Қайсар маған үміттене қарап. Мен де сенімен барам. Жоқ, сен осында қал, қызым. Әуелі біз барып қайтайық, деді де Айсұлу апа сыртқа шығып кетті. Жерге отыра кетіп жылап жібердім. Сол кезде алғаш рет Қайсар мені құшағына қатты қысып, бәрі жақсы болады, жүрек. Сен тек маған сен, деді. Ол бұл сөздерді аса сенімдікпен айтқаны соншалық, мен өмірімде бірінші рет бір жанға шексіз сенім арттым. Ол жан Қайсар еді. Ахмет аға, Айсұлу апа, Қайсар және Қайсардың үлкен ағасы бәрі кеш бата менің әкеммен сөйлесуге кеткен болатын. Мен Қайсардың үлкен жеңгесімен сол үйде шарасыз күйде не боларын күтіп қалдым. Алладан бәрі жақсы болса екен, мен де бақытты болғым келеді деп дұға тілеумен болдым. Біраздан соң бәрі үйге кіріп келді. Қатарларында анам да бар. Бірақ таныс бейнелер арасынан әкемді таппадым. Анам маған, жүр оңаша сөйлесейік,
деп мені арғы бөлмеге алып кетті. Қызым, деп бастады анам сөзін. Көзіміздің ағы мен қарасы да өзің. Әкең екеуміз қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірдік. Не ішем, не кием демедің. Әкең үнемі менің қызым ақылды, мен қызыма сенемін деп отырады. Бірақ сен біздің үмітімізді ақтамадың. Қатты айтты деп өкпелеме. Бұл өмір дегеніміздей бола бермейді. Ұзын сөздің қысқасы, әкеңнің беті бері қарамады. Батамды бермеймін деп қасарысқан. Білесің, екі сөйлемейтінін. Бірақ мен саған аналық ақ батамды бергері келдім. Қайсар жаман бала емес. Тек тағдыр тәлкегіне түсіп адасқаны болмаса, мен Қайсарға сенем. Саған деген махаббатына сенем. Мені тыңдасаң, Қайсардың қолынан ұстап, бірге қалаға барып, некелеріңді қиыңдар. Ал әкеңді уайымдама. Аздап уақыт бер. Кешірмей қайда барар дерсің? Жан дегенде жалғыз баласысың. Мен өзім көндіріп алам. Тек сендер бақытты болыңдар. Әрине қалауым бұл емес еді. Сені өз қолымыздан басыңа сәукелеңді тағып, дүркіретіп той жасап ұзатпақ едік. Амал қанша, басқа түссе батпақшыл демек, деп сөзін аяқтап, анам маңдайымнан сүйіп шығып кетті. Қос өкпемді қолыма алып, мен сол жерде жылап қалдым. Міне қарап отсам, содан бері 2 жыл өтіпті. Бірақ әкем мені әлі кешірмеді. Я шүкір, бақыттымын. Жанымда арқа сүйер, әрдайым мені қолдап, шын жүректен мені жақсы көретін жан жарым бар. Осы 2 жыл ішінде Қайсар маған көрген бар қиындығымды ұмыттырды десем болады. Жақында Алла қаласа ана атанамын. Аяқ қолымды бауырыма алған соң, әкемнің алдынан тағы барып өтпекшіміз. Бұл жолы кешірім беретінін жүрегім сезеді. Осы күні мен тек бір сұрақ мазалайды. Біз бақыттымыз ғой, ал Дана ше? Ол әлі мені кінәлі санай ма? Бірақ мен кінәлі емеспін ғой, деген ойлар арасында санамда жаңғырады.